Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Біз бүгін екінші дәрісті жалғастырамыз. Реагенттердегі қоспағанда минералдардың пульпаның сұйық фазасымен әрекеттесуі. Пайдалы қазбаларды байыту білім беру бағдарламасында оқитын студенттерге арналады. Курс авторлары техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Базыловна, аға оқытушы Амирхан Алма Амирхановна. Минералдар мен пульпаның сұйық фазасының өзара әрекеттесуінің маңыздылығы. Минералдар мен сұйық фаза арасында күрделі физика-химиялық процестер жүреді. Олардың ішінде гидратация, еріп кету, сорбция, ион алмасу, беткі реакциялар және тотығы тотықстану процестері бар. Бұл процестер реагенттер қатыспаса да, пульпа тұрақтылығына, минералдардың беткі қасиеттеріне және технологиялық операциялардың тиімділігіне тікелей әсер етеді. Бірнеше күшті химиялық байланыстардың түрінен бір байланыс пайда болуымен өлшемді жылдамдықпен өтетін хемосорбция сипатталады. Осы жағдайда құрылған қосылыстардың байланысының табиғатына тәуелді бет потенциалы өзгеруі мүмкін. Адсорбцияланған заттардың түзілетін қосылыстардың еріткіштік көбейтіндісінен төмен болса да, хемосорбция өту мүмкін. Хемосорбцияның жылулығы негізінде жоғары болады. 10 килокал бөлінген мольдан жоғары. Кристалдық торының кемшіліктері болуы біріншіден бос электрондары мен тесіктерінің беттікте түзілу хемосорбцияның пайда болуына әсер етеді. Гетерогенді химиялық реакция минералдың көлеміне тарайтын хемосорбцияның процесін көрсетеді. Оның жеке кезеңдері фазаның бөлу бетіне әрекеттесетін заттардың диффузиясы, бірінші қабатының хемосорбциясы және келесі қабаттарының химиялық әрекеттесуі әртүрлі жылдамдықпен өтетін реакциялардың өнімдерінің дисорбциясы және көлемге олардың диффузиясы. Неғұрлым баяу оның фазасы барлық реакциялардың жылдамдығын анықтаушы. Барлық осы беттік процестер келесі физикалық және физика-химиялық зардаптарға келтіреді. Минералдың бетінің гидратациясы, молекулалық қалыңдықпен сулы және қос электрикалық қабаттарының түзілуімен беттің сулануы, сулы ерітіндідегі иондардың гидратациясы, минералдық бетінің тотығуы, фазаларды бөлу шекарасындағы коллоидты бөлшектерінің адгезиясы, жұқа бөлшектерінің коагуляциясы. Минералдық бетінің гидратациясының су молекулаларының минералдың бетіндегі сорбциясы ретінде қарастыруға болады. Сұйықтың шекаралық қабатын тек қана көп молекулалық қалыңдықпен қабат деп қарастыруға болмайды, бірақ құрылымы және қасиеттері секіру тәріздес өзгерілген ерекшелікті шекара фаза ретінде болуы Дерягиннің зерттеуімен дәлелденген. Және де осы қабаттың тұрақтылығын, оның жұқару және жыртылу кинетикасын анықтайтын флотация үшін өте маңызды. Термодинамика бойынша жүйенің беттік бос энергиясының төмендеу жағдайында қатты дененің бетінен су мен газды ығыстыруға өзіндік өтетін процесі болуы мүмкін. Сулануды сандық арқылы сипаттайтын бұл бір әдіс болып саналады.
Басқа әдістің мақсаты сулану жылылығын эксперименталды немесе теориялық арқылы анықтайды. 1 сантиметр квадрат беттігінде сулану жұмысын келесі формула бойынша анықтайды. W тең сигма К және қатты және газ, алынған сигма қатты және сұйық. Егер сигма қатты және газ үлкен 0 болса, термодинамикалық бойынша қатты дененің бетінен сумен газды ығыстыруға болады. Келесі, сумен газды ығыстыруға болады. Теңсіздіктің 3 шамасының мөлшерін эксперименталды түрде анықтауға да болады. Бір сұйықтың онымен араласпайтын сұйықпен жартылай суланатын беттер үшін Нейманның қатынастығын ескертіп, сулануды бағалайтын жаңалама әдістерін қолданады. Жартылай сұйықпен суланатын қатты беттегі сұйықтың және газдың тепе-теңдігі келесі теңдеумен анықталады. Сигма қатты газ алынған сигма қатты сұйық тең сигма сұйық пен газды алып тастағанда көбейту косинус тетта. Осы теңдеуден Лапластың екінші теңдеуі пайда болады. Косинус тетта тең сигма қатты газ алынған сигма қатты сұйық бөлінген сигма сұйық және газ. Шеттік сулану бұрышының өлшеуі минералдық бетінің күйін және флотацияның өту мүмкіншілігін сипаттауға болатын Рейбиндер әріптестерімен көрсеткен. Суда еріген иондардың су молекуласымен әрекеттесу нәтижесі болып, иондардың гидратациясы қарастырылады. Ол ерітіндідегі иондардың күйін анықтайды және соған қарасты ерітінділердің қасиеттеріне де ие. Флотациялық үрдістің бір негізгі факторы болып есептелетін шарасыз иондардың флотациялық жүйеге әсері. Минералдық беттерінде катиондар аз мөлшерде концентрациясымен адсорбцияланып, оксигидрилді жинағыштарға оның активтілігін жоғарылатады. Судың кермектілігі 3-4 мг эквивалент на литр жоғары болғанда, оксигидрилді жинағыштың мицелла түзу қабілеттері де күшейеді. Құрметті студенттер, біз екінші дәрісті осымен аяқтаймыз. Әдебиеттер тізімін жазып алсаңыздар болады. Яғни біз екінші дәріске қорытынды айтатын болсақ, біз сіздермен флотациялық пульпаның қатты фазасы, пульпаның сұйық фазасы және минерал бөлшектерінің сумен және ерітінділермен әрекеттесуі жайлы толыққанды дәрісімізді өтіп аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.